Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Мен Мирислам Айтөреұлы, NGC клиникасында уролог-андролог дәрігермін. Бүгін біз ерлер денсаулығы, оның диагностикасы, емі және оған әсер ететін факторлар жайлы қысқаша айтып кететін боламыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуі бойынша әрбір 6-шы жұпта бедеулік диагноз қойылады екен. Соның 50% жағдайында жүктіліктің болмауына ер адамның денсаулығы себепкер. Ерлі-зайыптылар бір жылдың көлемінде тұрақты түрде жыныс қатынасқа түсіп, ешқандай контрацептив қолданбаса, сол кезде жүктілік болмаса, бедеулік диагнозы қойылады. Оның себептері бірінші простатит, везикулит, архит сияқты қабыну аурулары, сонымен қатар жыныстық жолмен берілетін инфекциялар. Екінші, ер адамның денсаулығындағы гормоналды өзгерістер. Соның ішінде тестостерон гормоны үлкен рөл ойнайды. Үшінші, варикоцеле, яғни жұмыртқа аймағында қан тамырларының кеңеюінен жергілікті температура жоғарылайды, ол ұрықтың белсенділігін төмендетеді. Төртінші, қоршаған орта, стресс, алкоголь, есірткі заттары, сонымен қатар денеде артық салмақтың болуы, осының барлығы ерлерде ұрықтың сапасын төмендетеді. Егер де бір жылдың ішінде жүктілік болмаса, әйел кісі гинеколог, репродуктолог дәрігерге, ер кісі андролог дәрігерге қаралу керек. Ер кісілер үшін ең маңызды, яғни ең бірінші зерттеулердің бірі болып спермограмма анализ болып табылады. Онда ұрықтың санын, сапасын, белсенділігін анықтаймыз. Жұмыртқа аймағын, қуық асты безін ультрадыбыстық зерттеу, сонымен қатар ерлердің жыныстық гормондарына қан анализін тапсыру және де жыныстық жолмен берілетін инфекцияларға зерттеулер жүргізу, міне осылардың барлығы диагнозды нақтылауға көмектеседі. Сонымен қатар тұқым қуалайтын генетикалық ауруларды міндетті түрде ескеруіміз керек. Қалай емдейміз? Бедеулікті емдеу оның себебіне тікелей байланысты. Егер де гормондарда өзгерістер болып жатса, міндетті түрде гормоналды ем тағайындалады. Варикоцеле анықталып жатса, хирургиялық ем ұсынылады. Сонымен қатар ер адамның жалпы өмір сүру салтын өзгерту, спортпен айналысу, зиянды заттардан арылту сперматозоидтардың тікелей жақсаруына әсерін тигізеді. Ерлерде кездесетін бедеуліктің ең ауыр формасы бұл азоспермия. Азоспермия кезінде сперма құрамында сперматозоидтар мүлдем болмайды. Азоспермия екі түрге бөлінеді: обструктивті және обструктивті емес. Обструктивті азоспермия кезінде ұрық шығатын жолдар, яғни каналдар бітеледі, бірақ жұмыртқада сперматозоид өндіру функциясы сақталады. Обструктивті емес азоспермия кезінде аталық бездің ішінде сперматозоидтар өндірілмейді, немесе олар аз мөлшерде болады. Азоспермияның емі хирургиялық ем, дәлірек айтсақ, микротеза операциясы. Микротеза операциясы қалай өткізіледі? Арнайы операционды микроскоп қолдана отырып, аталық безден ұрық шығатын жолдардан биоматериал іздейміз. Ол материалды эмбриологтарға өткіземіз. Алдағы уақытта эмбриологтар табылған сперматозоидтарды ECO-XC бағдарламасына қолданады. Біздің NGC клиникада Carl Zeiss Tivata 700, яғни неміс компаниясының электронды микроскопы қолданылады. Бұндай жоғары технологиялы инструменттерді қолдану бізге жоғары нәтижеге жетуге көмектеседі. Азоспермия диагнозымен біздің орталыққа пациенттер көп келеді. Микротеза операциясын өте жиі жасаймыз. Соңғы болған практикада болған жағдайдың бірі, көрші Қырғыз елінен келген пациент 10 жылдан бері азоспермия диагнозы қойылған. Аталық бездің биопсиясы операциясы жасалып, ол жерде ұрықтар табылған жоқ болған. Біздің орталықта микротеза операциясы кезінде 170 штук сперматозоид табылды. Соның нәтижесінде дені сау қыз бала дүниеге келді. Эмбриоскоп плюс арнайы операционды микроскоп сияқты жоғары деңгейдегі технологияларды қолдана отырып, тек сперматозоид қана тауып қоймай, сонымен қатар дені сау баланың дүниеге келуіне, бір отбасының арманының орындалуына себепкер болып отырмыз. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болып жатса комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап береміз.